Шахтинск технологиялық колледжі коммуналдық мемлекетті қазыналық мекемесінде газ саласы мамандарының арасында үздік маман байқау өтті. Шара Интергаз орталығы Азия компаниясымен бірлесіп ұйымдастырылды. Қарағанды облысы, Ұлытау облысы және Астана қаласынан 21 маман бақ сынады. Толығырақ әріптесім баяндайды. Серік Залиев автоматтандырылған газ тарату станциясының операторы. Өткен жылы Шымкент қаласында өткен байқауда екінші орынды иеленген. Мұндай сайыс газ саласында тер төгіп жүрген мамандардың біліктілігін арттыруға зор үлес қосатынын айтады. В том году я участвовал. Осыдан бір жыл бұрын аталмыш байқауда бірінші орын алған болатымын. Биыл бағымды сынап келдім. Өзіме жұмысым ұнайды. Өте маңызды, қауіпті, қызығы мен шыжығы қатар жүретін мамандықтардың бірі. Қазіргі таңда жаңа технологиялар пайда болуда. Оларды игеріп, біліктілікті арттыру қажет. Мамандар екі кезең бойынша сынға түсті. Бірінші теория тұрғысында тест тапсырды. Байқаудың екінші күні практикалық тапсырмалар орындаумен қорытындыланды. Сайыс газ тасымалдау жүйесінің апатсыз, жоғары өнімді жұмысын және жоғары техникалық мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін қызметкерлерді дайындайды. Компания өкілдерінің айтуынша, мұндай байқау компаниялардың кадр мәселесі бойынша жылдан жылға әлеуетін өсіруге жол ашады. Талаптанып, жеңіске жетіңіздер. Әділқазы алқасы қатысушының өндірістік алаңда орындаған жұмыс сапасына, еңбектің ұтымды және қауіпсіз тәсілдерді қолдануына, өндірістік дербестік дәрежесіне баға берді. Колледж базасында мұндай сайыс алғаш рет өткізілді. Байқау кәсіптік және техникалық білім беруді дамытуға зор үлес қосады дейді ұйымдастырушылар. Конкурсқа қатысушыларға ең біріншіден сәттілік тілейміз. Үлкен жетістіктерге жете берсін. Осындай шаралар көп болсын бұндай салада. Байқау 2 күнге созылды. Жеңімпаздарға ақшалай сыйақы және алғыс хат табысталды. Дариға Жаманова, Жайнат Жақсыбаев, Назым Серік, Сарыарқа телеарнасы.